Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Хакан мен Гөч жолға шық, жол саған көрінеді. Екінші ереже. Бәрі өз уақытын күтеді. Раушан гүл де мезгілінен бұрын гүлдемейді. Күн де уақытынан бұрын шықпайды. Кішкене сабыр ет, бұйырған кетпейді. Біз түсетін ең үлкен тұзақтардың бірі жылдамдық. Адамды асығыстық сияқты кешіктіретін ештеңе жоқ. Асығыстық өмірдегі ең үлкен қателіктердің бірі. Менің ойымша, бұл біздің ең үлкен кемшіліктеріміздің бірі. Біз бәрінің мүмкіндігінше тезірек болғанын қалаймыз. Біз мүмкіндігінше тезірек келгіміз келеді. Біз мүмкіндігінше тезірек бастауды қалаймыз. Біз бәрін тезірек болғанын қалаймыз. Мүмкіндігінше тезірек сүйсе дейміз. Бір сәтке ерте жақсы көргенін қалаймыз. Не болса да мүмкіндігінше тезірек. Армандарымыз бірден орындалса дейміз. Бірден жасайық, бірден жеңіп алайық, бірден қол жеткізсем, бірден бәрін алсам. Бұл біздің қалағанымыз. Даму процесінде күш пен шыдамдылықсыз қол жеткізген ештеңе ұзақ мерзімді емес. Оның құндылығы жоқ. Үлес те қоспайды. Қауіпсіз де емес. Процесс құнды жол. Ол төте жол емес. Өйткені пісіп жетілу процесінің барлық төте жолдары нашарлайды, немесе қараңғылыққа түседі. Әлемдегі ең биік тауға шығуға тырысайық. Жылдам көтеріле бастағанда қысым мен оттегі деңгейінің өзгеруіне байланысты есіңізден таңсаңыз болғаны. Биік шыңды көру мүмкін емес. Үзіліссіз биік тауларға шығу мүмкін емес. Дегенмен қысқа есептелген қашықтықтардан кейін белгілі бір уақыт аралықтарында үзіліс жасап, саяхатыңызды баяу жалғастырған кезде әлемдегі ең биік таудың басынан төмен қарауға мүмкіндігіңіз бар. Айтайын дегенім, кез келген күту мен шыдамдылық процесі сізді баяулатады деп ойламаңыз. Керісінше, шыдамдылық мақсатыңызға жеткенде сол жерде ұзақ, сау және күшті болу үшін салған инвестиция. Егер сізге бірдеңеге асығу керек болса, білуге асығыңыз. Енді кейінге қалдыруға болмайды. Бұдан былай не пайда деп бас тартуға болмайды. Үндемеңіз. Дәл қазір бірінші қадамыңызды жасаңыз. Кешіктіру, кейінге қалдыру және асығыстық жасау. Осы екеуінің арасында тайсалмасаңыз, бәрі өз уақытында болатынын көресіз. Өмір ұқыпты. Кеш те, ерте де емес. Дегенмен адам санасы да уақыт өте келе жолға түсуге тырысады. Біз уақытты жылжытуға тырысқанда, ол тәртіпті бұзады, ағынды бұлдыратады және тепе-теңдікті шайқайды. Керісінше адамдар бірдеңе істей алмайтынына ренжиді, немесе бәрін асықтырудан қорқады. Уақытты ысырап ете алмайсың досым. Сіз өмірмен үйлесетін және құдайлық жүйенің ұқыптылығына сенудің күшін түсінуіңіз керек. Сіз өзіңіздің тепе-теңдікті кешіктіру немесе асығыстық ойынына құрбан ете алмайсыз. Бүгін нені кейінге қалдырғаныңызды қараңыз. Олардың бәрі сіз бір кездері асығатын нәрселер емес пе? Бірақ не болды? Сіз асыққаныңызда олар кешігіп қалды. Бұл болмады. Ақыры бәрі белгісіз уақытқа шегерілді. Артқа оралып асығыстығыңыз үшін кейінге қалдырған нәрселердің бәрін қараңыз деп айтамын. Ағымға кейінге қалдырғанның барлығын тағы бір рет қосыңыз. Әйтеуір, сіз енді қалай болады деп асықпайсыз, процеске берілесіз. Осы уақытқа дейін нені кейінге қалдырдыңыз? Тіл үйренуді ме? Бүгіннен бастаңыз, ағымға сеніңіз, уақытыңызды бөліңіз. Біртіндеп үйреніңіз. Үзіліс жасаңыз, дем алыңыз, қорытыңыз, содан кейін қайтадан жалғастырыңыз. Сіз міндетті түрде шыңға жетесіз. Тек жүруді тоқтатпаңыз. Табиғатта болу
кейінге қалдырылды ма? Өмір деген өте жылдам. Сіз де асығыссыз. Үйге, жұмысқа, мектепке, дүкенге, жиналысқа, қонақтарға, достарға, туыстарға кешігіп қалдыңыз. Ақыры көрмей қалдың. Кейінге қалдырдың емес пе? Кешіктірмеңіз. Тікелей бақшаға немесе жағаға шығыңыз. Жерге қадам басыңыз. Ауаны иіскеңіз. Гүлдерді ұстаңыз. Уайымдамаңыз. Бұл үшін ештеңеге кешікпейсіз. Сіз шай демдеудің не екенін білесіз бе? Оны қайнату, демдеу уақытты босқа өткізу емес. Бір орында тұрып күтудің қажеті жоқ. Түсінетін уақыт жетті. Бұл оның болуы үшін уақыт беру емес. Неге дайын екеніңізді, немесе дайын емес екеніңізді анықтауға уақыт беру емес. Шай қайнату осыдан шыққан. Сондай-ақ сіз шайдың тұндырылуына және ыстық судың түсі мен дәмін босатуына уақыт бересіз. Оның иісі сияқты өзіңізге берген уақытыңызды танисыз. Сіз нәтижеге қол жеткізу үшін өзіңізді жұмыс нәтижесімен өмір сүруге дайындайсыз. Мүмкін өмір сүруге емес. Инфузия міндетті түрде жасалуы шарт емес. Бұл түсіну және шешім қабылдау үшін. 15 жасымда болашаққа 2 мақсат қойдым. Музыкант болу және кітап жазу. Мен 18 жасымда музыкант ретінде өнер көрсеттім. Түрлі музыкалық топтармен концерттерге бардым. Мен музыкадан еңбекақы ала бастадым. Жазушы болу үшін мен музыкаға қарағанда көп күш жұмсадым. Бірақ ол бірден нәтиже бермеді. Алғашқы кітабым көп жылдардан кейін шықты. 18 жасымда алғашқы арманымды жүзеге асырып, музыкамен күнкөріске кіріссем де, жазушы болып алғашқы кітабым шыққан кезде 30-да едім. Осы жылдар бойы мен жазуды тастаған емеспін. Әрине, оның өз уақыты болды. Бұл әрине мен дайын болғанда, шай қайнатып демдегендей, өзіме көбірек күш салып, өзіме уақыт бергенде болды. 2018 жылы бірінші кітабым шыққаннан кейін, жаңа кітаптарым бірінен соң бірі шықты. 3 жылдың ішінде кітаптарым 7 тілге аударылып, 400 мыңнан астам данамен сатылды. Әр тілегімізді, әр талантымызды дәнге теңеймін. Кейбір тұқымдар ерте гүлдейді, кейбіреулері кеш гүлдейді. Олардың әр қайсының табиғатқа қызметі мен қосқан үлесі әр түрлі болғандықтан табиғаты бөлек. Әр қайсысын шыдамдылықпен, мойымай тәрбиелеуіміз керек. Дәл бамбук ағашы сияқты. Негізі мен сіздерге бамбук ағашының тарихын айтқым келеді. Себебі асыққан қателігім кездескен сайын осы оқиға есіме түседі. Қытай бамбук ағашын өсіру үшін алдымен отырғызатын жер дайындап, жыртып, оның тұқымы пияз отырғызады. Ол біраз уақыт бойы өніп шығады деп күтеді. Бір маусым күтеді, оның өнбегені байқалады. 1 жыл өтті, ол әлі өнген жоқ. Барлығына қарамастан суару процесі жүйелі түрде жалғасады. 2 жыл өтті, 3 жыл өтті, әлі өнбейді. 4 жыл өтті, әлі жоқ. Тағы да жоқ, тағы да жоқ. 5-ші жылдың соңына қарай түптің түбінде өну басталғанын байқауға болады. Дегенмен бұл өскіндер 6 аптада 27 метрге жетеді. Бұлайша айтқанда 9 қабатты үймен бірдей болады. Бамбук әуесқойларының көпшілігі бұл өсімдік 6 аптада тез өседі деп ойлайды. Бірақ бамбук өсіретіндер ғана бұл өсімдік 6 аптада емес, 6 жыл 6 аптада өсе бастайтынын біледі. Осы 6 жыл ішінде Қытай бамбуктары не істеп жатады деп ойлайсыз? Айта кетейін. Тұқым отырғызылғаннан кейін олар тек күш-қуат алуға ғана берілгендей топыраққа тамыр сала бастайды. 6 жылдың соңында ғана тез өсуге дайын болады. Ол жеткілікті түрде тамыр алған соң, қаласа да жер астында қала алмайды. Ол
аспанға көтерілу үшін жер астында жеткілікті уақыт өткізді. Айтайын дегенім, неге әлі де қол жеткізе алмаймын деп қарамаңыз. Осы іске қаншалықты күш жұмсай алатыныңызды қараңыз. Күш-жігеріңізді салыңыз, өзіңізге және қалаған нәрсеге уақыт беріңіз. Әр нәрсенің өз уақыты бар екенін ұмытпаңыз. Күннің ерте шықпайтынын, раушанның мезгілсіз гүлдемейтінін, бірақ олардың көтеріліп, гүлдеуге дайындалып жатқанын еске түсіріңіз. Сіз байсыз ба? Жаңа ережеге көшпес бұрын мен сізге тағы бірнеше нәрсені еске салғым келеді, саяхатшы досым. Иә, біз үнемі бір жерге жүгіреміз, мақсатымызға жетуге тырысамыз. Біз бай болғымыз келеді, бақытты болғымыз келеді, бірақ осының бәрін қуып жүріп өз байлығымызды сағынып жүрміз бе? Мүмкін бізде іздеген нәрселердің бір бөлігі бар шығар. Осылар туралы ойлануларыңызды қалаймын. Байлық дегенде ойыңызға не келеді? Сәнді көліктер, қымбат үйлер, көп ақша, яхталар, зергерлік бұйымдар, фермалар, егістіктер. Осының бәрімен сіз өзіңізді құндырақ, бақыттырақ және күштірек сезінесіз бе? Иә, осының бәрін қолыңнан алып тастасақ не қалады? Тек бір нәрсе. Ешкім тартып ала алмайтын бір ғана байлық қалады. Ол өзгеге өз қалауыңызбен ғана беріледі. Және сіз сол үшін де өзіңізді жақсы сезінесіз. Сіз мықтысыз, сіз бақыттысыз. Басқалары алынса да, сізден ешкім тартып ала алмайтын, ешкім әкеліп бере алмайтын байлық қалады. Менің ойымша бұл не екенін мұқият қарастыру керек. Олар бәрін, тіпті сіздің еркіндігіңізді де тартып ала алады. Сіз өзіңізді қабырғалардың ішінде қамауда ұстауыңыз мүмкін. Бірақ соған қарамастан, олар сізден нені тартып ала алмайтыны туралы ойландыңыз ба? Олар нені тыйып, нені жоя алмайды, нені басқара алмайды, нені билей алмайды. Осы сұрақтардың жауабын өзіңіз табыңыз. Өйткені олар сіздің нағыз байлығыңыз, нағыз ұлы байлығыңыз. Ақылды біліміңіз бе? Көркем мінезіңіз бе? Қалжың әзіліңіз бе? Сіздің рақымыңыз ба? Сеніміңіз бе? Өзіңізге сенімділік бе? Сіздің тыныштығыңыз ба? Сабырыңыз ба? Оның байлығы қандай екенін сұраңыз. Сіз бақытты болу үшін қымбат көліктерді, қымбат үйлерді, зергерлік бұйымдарды, яхталарды, фермаларды күтудің қажеті жоқ екенін түсінесіз. Сізде бар байлықты сізден сатып алуға олардың күші жетпейтінін түсінесіз. Мен өзіме көп қараймын. Менің байлығым қандай деп? Алдамшы дүниеден, ақшадан, жайлы өмірден абдырап қалсам, олар менен не ала алмайды деп өзіме сұрақ қоямын. Сол кезде қолымдағы байлығыма тағы да шүкіршілік етемін. Мен үшін байлық бұл қала жаңа оянып жатқанда, бүгінгі күннің алғашқы жаңа піскен тоқашын көшедегі сатушының әйнек көлігінде жеу. Кеңсеме лифтсіз кіру. Ешкімнің көмегінсіз баспалдақпен көтерілу. Қолыма бір шыны ыстық шай ұстап, терезеден қарап тұру. Бұл менің жақын адамдарымның сапары. Мен оларға ұсына алатын тұзды печенье. Бұл біздің тәтті әңгімеміз. Бұл басымызға қандай жағдай болса да бірге күліп әзілдесе білу деген сөз. Ештеңеге қарамастан басынан бастау әрқашан біздің батылдығымыз. Олар ас үй терезесінің терезе төсенішінде өсірілген розмарин. Бұл келесі аптаға жоспар құру туралы ой. Жақсы күндер күтіп тұр. Бұл жақсы күндер үшін жұмыс істеу. Кейде бұл бір табақ макарон. Мүмкін болса, бұл қызанақ қосылған макарон. Кейде жаңа піскен нанға салынған фета ірімшігі жасыл бұрыш та болып кетеді. Менің айтайын дегенім, байлық сіз бақытты болатын кез келген нәрсе. Елдегі ең ауқатты отбасылардың бірінің әкесі болған Сақып Сабанжы есімде. Ол жылдары бала едім. Мүгедек ұлы туралы сұхбат берген екен.
Дені сау болса екен, мен бар байлығымды берер едім, деді ол. Сондай үлкен байлық оларға қажетті денсаулықты сатып алуға жеткіліксіз еді. Бір көзіңізді қаншаға сатар едіңіз? Жоқ, бұл әзіл емес. Мен шын сұрап тұрмын. Сіз бір көзіңізді қаншаға сатқыңыз келеді? 10 мың фунт мүмкін емес, 100 мың фунт мүмкін емес, 1 миллион фунт, 10 миллион фунт, 100 миллион фунт. Қайтадан емес, онда құлағыңызды сатыңыз. Ол қанша тұрады? Әлде тіліңіз? Бірақ ол сізде де бар ғой, солай ма? Сосын маған бір қолыңызды беріңіз. Екіншісін өзіңізге қалдырыңыз. Бір қолыңыз қанша тұрады? Оң қолыңызды қайыққа айырбастайсыз ба? Болмайды, солай ма? Бір көзі болмаса қай теңізге жүзетін қайықты елестетуге болады? Сіз олардың барлығы баға жетпес байлық екенін түсінесіз бе? Өзіңіздің қаншалықты бай екеніңізді есте сақтаңыз. Және әр қашан шүкіршілік етіңіз. Уоррен Баффет әлемдегі ең бай 5 адамның бірі. 90 жаста. Оның байлығы 80 миллиард долларды құрайды. Дәл қазір Уоррен Баффетпен орын ауыстырғыңыз келе ме? Жоқ па? Өйткені ол 90-да, солай емес пе? Дегенмен сізді ұзақ және сау жылдар күтіп тұр. Ол сізбен орын ауыстырғысы келеді деп ойлайсыз ба? Менің ойымша, ол бұл ұсынысты бірден қабылдайды. Ол үшін тіпті бар байлығын да береді. Енді тоқтап қайта оралыңыз. 80 миллиард доллар байлығы бар бизнесмен сізбен орын ауыстыруға дайын, бірақ сіз онымен орын ауыстырғыңыз келмейді. Сонда кімнің жағдайы жақсы? Денсаулық пен уақыт баға жетпес байлық. Өз байлығыңызды біліңіз. Құрметті тыңдармандар, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды.